ұлттың жүрегі, рухтың мәңгүні, ал сол үнді келешекке жеткізетін қарапайым болғанмен еңбек ерекше адамдар. Бүгін біз сіздерге сондай жанның үлкен тарихымен таныстырмақпыз. Бұл жылдар бойы талай еңбек етіп, талай шәкірттің жүрегіне өнер шырағын жаққан үлгілі балалар халық аспаптар оркестрінің жетекшісі Базаралин Алыбай Базаралыұлы, оның қарапайым басталған жолы бүгінде талай жетістікке ұласқан өшпес тарихқа айналды. Ата, балалар оркестрін құру қалай ойыңызға келді? Жақсы. 1981 жылы маған класс жетекшілікке 4-ші сынып берді. Онда 22 оқушы бар еді. Енді сол класты алғаннан кейін жоспарлаймын ғой. Бұл 4 жыл оқуым керек. Осы 4 жылдың ішінде мен не істеуіме болады, қандай тәрбие беремін деген сияқты алтын мұғалім ойлайды ғой, жоспар құрмаспын. Сонда менің ойыма жаңағы балалардан бір домбырашылар ансамблін құрап шықсам екен деген ой келді. Өйткені алдында менің осы домбыра ансамбльден оркестрменен жұмыс жасаған тәжірибе бар болатын. Сонымен жаңағы балалармен әңгімелесем, кімнің үйінде домбыра бар десем, жаңағы 2 оқушының үйінде ғана домбыра бар екен, қалғандарының үйінде мүлдем домбыра жоқ екен. Домбыра ұстап көбі жоқ, айтып жатыр бәрі шулап. Содан кейін ата-аналар жиналысын ашып, сол ата-аналармен келісім жасадым. Олар әрқайсысы өздерінің балаларына домбыра сатып алып беретін болды. Мен оларға жылдың аяғына дейін 3 күй өтіп, жылдың аяғында концертке қатысатынын уәде еттім. Содан кейін 3 жылдан кейін жаңағы қазақ радиосынан концерт тыңдайсыңдар дедім. 5 жылдан кейін орталық телевидениедан концертін көресіңдер деп уәде еттім. Сол бойынша балалар жаңағы осы құмарланып, бар домбырамен үйрене бастап, шетінен домбыралар сатып алды. Сонымен 22 оқушыда түгел домбыра бар болды. Жақсы ата, енді мені қызықтыратын сұрақтардың бірі, оркестр жетістіктерінің ішінде ең маңызды қызықты сәттеріңіз. Оркестрді құрғаннан кейін жылдың аяғына қарай осы 22 оқушыменен құрылған ансамбльдің орындауында мектеп бойынша өткізілетін ата-аналар жиналысында концертке жаңағы 3 күйімізді тартып бердік. Оны көргеннен кейін басқа класстың оқушылары да талпынып бізде қатысайықшы деп өздерінің сұраныстарын бере берді. Сонымен олардың ата-аналармен сөйлесіп домбыра алып, шетіне қостым барлығын. Содан кейін аудандық музыка мектебінің филиалын ашылды. 82 жылдан бастап өзім домбыра класының мұғалімі болдым. Тоқымбетов Амангелді қобыз класының мұғалімі болдым. 2 мамандық бойынша филиал аштық. Енді 85 жылға қарай оркестрдің құрамы 45 оқушыға жетті. Осы 45 оқушының құрамыменен 85 жылы орталық Қазақстан телевидениесінен 45 минуттық концерт бердік. Енді біздің оркестрдің негізгі жетістіктерінің бастамасы телевидениеде шыққаннан кейін орталық концерттік зал бар, Алматыдағы. Сол жерде концерт бердік. Жеке. Енді оркестрге арнайы киімдер тіккізіп беретін болды. 26 жылы құрылғанына 45 жыл, үлгілі атанылғанына 40 жыл мерейтойымыз бар. 45 жыл деген аз уақыт емес. Осы уақытта қаншама шәкірттерді өнерге баулыдыңыз. Осының сыры неде? Районның басшысына бардым ғой. Айналайын, бізге өнер мектебін жап деген бұйырып келді. Онда былай деп жазыпты: ликвидировать музыкальную школу деп. Ол деген сөз жойып жіберу керек деген сөз. Мен мыналардың бәрін не істеймін дегенде ол кісі барлығын терешіге тиіп, талдыға бөктеріне бардыңдар дағы, экскаваторменен қазып, сол шұқырға бәрін тастаңдар, солярка құйып, өртендерді қайтадан жауып тастаңдар. Бұны ликвидировать болады деді. Содан кейін мен районның бас бухгалтеріне барып, көке осы остаточный сумма деген болушы еді.
Осылардың барлығында қыруар ақша жұмсалды. Осыдан қанша ақша қалған екен? Есептеп берші дедім ғой. Сонымен жаңағылардың барлығын есептеп, қанша тұратынын айтып бергеннен кейін, мен өзім бір жылқымды саттым да жаңағының бәрін өзіме сатып алдым. 45 жыл ішінде үлгілі балалар халық аспаптар оркестрінің аудандық, қалалық, облыстық, республикалық деңгейде өнер көрсетіп, мақтау қағазы мен марапаттар жетіп артылады. Қарапайым адамның үлкен тарихы көпке көрінбейтін күнделікті еңбектен басталады. Базаралин Алыбай Базарұлының өмір жолы соның айғағы. Ол өнерді сүйген жүректің шәкіртке деген шексіз қамқорлықтың, табандылық пен төзімнің символы. Балаларға музыка үйрету тек әуенді меңгерту ғана емес, олардың жан дүниесін мәдениет, тәрбие және рухани байлық сіңіру. Бүгінгі көргеніміз бір адамның еңбегі арқылы тұтас буынның қалыптасып келе жатқан мектебі. Осындай еңбек адамдары барда ұлттық өнердің үні өшпейді, жаңа биіктерге көтеріле береді. Өнерді қолдайық, қарапайым еңбектің қадірін бағалайық ағайын.